Сәлематсыздар. Мен бүгін сіздерде әрдайым шығатын, пропитканы керек етпейтін, өте дәмді, қандай да шоколадный тортқа қолдана беруге болатын шоколадный шифоновый бисквит дайындап көрсетемін. Оған біз бірінші қайнаған ыстық суға какао мен растворимый кофені араластырамыз. Какао менде алкализованный азекордан аламын. Егер де сіздерде рахаттың басқаның ақшыл какаоса, бисквиттің түрі ондай әдемі болып шықпайды. Осында какао мен кофені ыстық суға араластырып, бөлме температурасына шейін суығанша қойып қоямыз. Әзірге жұмыртқаның ақ уызын азғантай 45 грамм қантпен миксерлейміз. Миксерлеген түспеген, кешіріңіздер. Бірінші 2-3 минуттай ақ уызды миксерлеп аламыз. Сәл көбіргеннен кейін қантты жайлап қосамыз. Әбден ағарғанша миксерлейміз. Енді құрғақ құрамдарды біріктіреміз. Бәрін ұнның үстіне саламыз түгелдей. Бұның үстіне қантта, ванил қанты да кетеді. Бәрі қандай құрғақ құрамдар барын описанияда жазып қоям әдеттегідей. Енді жақсылап араластырамыз. Бір жерінде қалып қоймау керек. Разрыхлителі болмаса ванилі бір жерде қалса, бисквиттен дәмі бөлек болып шығып тұрады. Енді басқа ыдысқа жылтогымызды саламыз да, сары уызымызды жұмыртқаның миксерлейміз жақсылап. Сары уызымыз кішкене өседі, ағарады. Бір 5 минуттай миксерлейміз. Одан кейін үстіне какао мен кофенің массасын құямыз. Екеуін құйып араластырамыз. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Егер де ұнаса лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Алда әріде жақсы рецепттер болып тұрады, жіберіп алмаңыздар. Ол үшін колокольчикті басып қойсаңыздар, сіздерге хабарлама келіп тұрады. Бұның үстіне сұйық майды құямыз. Одан кейін араластырып алғаннан кейін ұндың жаңағы құрғақ қоспаны 2-ге 3-ке бөліп салып араластырамыз жақсылап. Енді жұмыртқаның ақ уызы осындай болады. Төңкергенде де түспейді. Енді жаңа жылтоктың үстіне құрғақ қоспаны қостық. Бәрі дайын. Енді бұның үстіне белокты 4-ке бөліп қосамыз. Бұл ыдысымыз біздің үлкен болу керек еді. Негізі себебі сары уызы бар, ұн бар, какао массасы бар. Мынау сыймай қалғандықтан 4-ші бөлегін мен ақ уыздың үстіне салдым. Ақырындап осылай қасықпен астынан үстіне қарай араластырасыздар. Бірақ та арасында қалып қоймасын ақ уызы, себебі піскенде арасында көрініп тұрады бисквиттің арасында. Жақсылап, бірақ ақырындап араластырасыздар. Енді осында 2 ыдысты дайындаймын фольгамен астына. Болмаса сіздер қандай ыдысқа пісіріп жүрсеңіздер, соған пісіре берулеріңізге болады. Мен екеуін қатар пісіремін. Пешке 180 градусқа 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Одан кейін әбден суығаннан кейін ыдыстан алып, мешокқа осылай орап холодильникте 2 күнге шейін тұра тұруға болады. Мен 1 түнге қойып қоямын. Түнде кешке жасаймын, ертеңіне дайындаймын. Міне бетіне көңіл бөлбеңіздер, ол піскеннен кейін үстінде қалып қойды да, сонымен беті түсіп қалды тек сонысы. Мына ашқанда көрініп тұр. Тесік болып шифоновый, өте жұмсақ бисквит. Бұл бисквит сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған үміткен.